Қазақстандағы ұлттық экономика министрлігі шағын және орта кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, қаржылық емес қолдау жобасын іске асыруда. Жоба негізгі 3 компоненттен тұрады. Бизнес кеңесшілер даярлау жүйесі әзірленеді. Оның көмегімен 150 кеңесші даярланады. Кейін олар 3000 шок оқытады. Екінші компонент шеңберінде 100 шок трансұлттық компаниялар үшін аккредиттелген жеткізуші болады. Осыған байланысты олардың кірістері 25 миллион ақш долларына өсуі күтілуде. 6 пилоттық кластер анықталды. Оларға жоба шеңберінде қолдау көрсетіліп отыр. Шағын және орта кәсіпкерлік капиталдың жетіспеушілігімен және қарыз үшін кепілдің жоқтығымен жиі кездеседі. Бұл жағдайда жоба шеңберінде үздік халықаралық тәжірибе бойынша даярланған факторинг платформа мүдделі тараптар арасында қаржылық кепіл бола алады. Үшінші компонент келесі сұраққа жауап алуға көмектеседі. Елдегі шок үлесін 50%-ға дейін қалай арттыруға болады? Жауаптарды шок базистік зерттеу жүргізгеннен кейін және шок даму концепциясын әзірлегеннен кейін 2050 жылға дейін аламыз. Жобаны іске асыру мерзімі 2021 жылға дейін. Толығырақ жоба сайтында және әлеуметтік желілерде біле аласыздар.